Сәлем сұлуларым. Бүгін көпшілігіміз мән бере бермейтін ерін күтімі жөнінде айтатын боламыз. Ал сіздер лүпілдеріңізді басып, пікір қалдырып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Ханымдар, сіздер әр адамның ерні олардың саусақ іздері сияқты ерекше екенін білесіздер ме? Бірақ бұл еріннің жалғыз ерекшелігі емес. Сонымен қатар ерінде миллиондаған жүйке ұштары орналасқандықтан, бұл аймақ денеміздегі ең сезімтал мүшелердің бірі болып табылады. Оның себебі терінің ерекше құрылымында. Бұл ерекшелік визуалды түрде де байқалады. Бет терісі мен ерін түстерін салыстырып көріңіз. Бет терісі мүйізді қабаттан, эпидермистен, дермадан және гиподермадан тұрса, ерінде бұл қабаттар әлде қайда аз. Сондай-ақ ерін терісінде меланоциттер жоқтың қасы. Ал меланоцит меланин өндірісіне жауапты жасушалар. Меланин теріні ультракүлгін сәулелерден қорғап, реңк береді. Бұл жасушалардың болмауы ерніңіздің күнге күйіп, ерте қартаюын арттырады. Ерін неге құрғап кетеді? Ерінде май бездерінің болмауы құрғақтық пен қабыршақтануға сезімтал етеді. Кез келген қолайсыз ауа райымен қатар ерінді тістеу, жалау, сұйықтықты аз ішу, дәрумендердің жетіспеушілігі дұрыс күтім жасамауда ерніңіздің ерте қартаюына әкеледі. Ал ерінге де күтім керек екенін көп адамдар біле бермейді. Сол себепті бүгінгі видеомызды ерінге арналған 7 кеңеске арнаймыз. Біз ерінге бальзам жағуды ғана білеміз. Бұл әрине жақсы. Алайда сұлулық іштен басталады демекші, дұрыс және теңдестірілген тамақтану, дәрумендер мен май қышқылдарын жеткілікті мөлшерде жеу, денсаулық пен тартымды көрінуіңіздің кепілі бола алады. Тамақтану рационыңызда майлы балық, жұмыртқа, сүт өнімдері, жаңғақтар, өсімдік майлары, жемістер мен көкөністер үнемі болуы керек. Ал омега-3 пен үнемі толықтырып отыру қартаю мен әжімдерінің алдын алады. Екінші кеңесіміз ерінге скраб не пилинг жасап отыру. Өлі жасушалардан арылтып, ерніңіздің саулығын арттырады. Үй жағдайында табиғи таза бал мен қантты бірде-бір мөлшерде араластырып, таза ерінге жағып, жайлап массаж жасайсыз. 10 минутқа қалдырып, жылы сумен жуып тастайсыз. Үшінші, нәрлендіретін маскалар жасау. Ең дұрысы су ваннасында қыздырылған зәйтүн майы. Майдың температурасы бөлме температурасынан сәл жоғары болуы керек. Осы зәйтүн майын сәбіз сөлімен қосып маска жасасаңыз да болады. 1 шай қасық сәбіз сөлін 1 шай қасық зәйтүн майымен араластырып, ерніңізге жағыңыз. 5-10 минуттан соң суылықпен сүрттіңіз. Содан соң ерінге кішкене бал жағып, ылғалдандырып, 3-5 минуттан кейін оны да суылықпен сүртіп алыңыз. Сондай-ақ ерінге ұзақ уақыт ылғалдық беретін ерінге арналған патчиларды қолдансаңыз да болады. Келесі кеңес, сыртқа шығар алдында әрдайым ерінге арналған қорғанышы бар бальзам жағып алыңыз. 2-3 секунд уақытыңызды алатын бұл процедура еріннің қорғауы мен жарылуынан сақтайды. 5-ші кеңесіміз, еріндегі бояуды мұқият сүртіңіз. Ол үшін 2 фазалы тазалау құралдарын қолданыңыз. Мұндай құрал біріншіден бояуды жақсы алса, екіншіден теріні қорғаудан қорғайтын майлы компоненттері болады. Келесі кеңес, үй жағдайында ерінге нәрлендіретін иісмай жағып жүріңіз. Себебі бальзам қорғанышты арттырып, ерін терісін толық бітеп тастаса, ал иісмай ерінді ылғалдандырып тез сіңеді. Ең соңғы кеңесіміз, ерінге де массаж жасаңыз. Бұл қан айналымын арттырып, оттегінің жеткізілуін белсендіреді. Коллаген мен эластин талшықтарының өндірісіне ықпал етеді. Ол үшін жұмсақ тіс щеткасын пайдаланыңыз. Ал мұз текшелерімен сүрту ерніңізді тартымды етіп қана қоймай, төмен температураға төзімдетеді. Енді әр маусымдағы ерін күтіміне тоқталсақ. Сезімтал ерін терісі үшін әр маусымның өз әсері бар. Ауа райы жағдайлары әртүрлі болғанымен, бәрі бір нәтиже береді, яғни құрғақ және қабыршақ еріндер. Мұны болдырмас үшін ерінге де әрдайым күтім керек. Қысқы мезгілде үнемі нәрлендіретін бальзам жағып жүріңіз. Және сыртта ешқашан ерінді жаламаңыз. Ал көктемде ылғалдылық беретін өнімдер қолданып, күңгірттік, яғни матовость беретін далаптардан аулақ болыңыз. Жаздың ыстығында ультракүлгін сәулелерден қорғайтын SPF қорғанышы бар бальзамдар жағыңыз. Ал күз мезгілінде ағзаға дәрумендер жетіспеушілік артатындықтан құрамында А және Е дәрумендері бар бальзамдар қолданыңыз.
Мінекей сұлуларым, бүгін ерін күтімі жөнінде біршама мәліметтер берілді деп ойлаймын. Алдағы уақытта пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.